10 жасар қызым Нобель сыйлығының лауреаттарына хат жазды және олар балама жауап берді. Әлемнің ең мықты ғалымдары балапаныма қандай кеңес бергені видеоның соңында. Қызым бірінші сыныпқа бармай тұрып, ғалым болғым келеді деп микроскоп сатып алып беруді сұрады. Басында аса мән бермегенмен, табандылығының арқасында дегеніне жетіп, мені әбден сүйсіндірді. Содан бері оған ғылым және адамзатқа аса пайдалы жаңалықтарды ашқан ғалымдар туралы айтып беріп, барынша қолдау көрсетуге тырысамын. Осы қысқы каникулында да қызыма Нобель сыйлығының лауреаттарына хат жазып көрейік деп ұсындым. Қазір көзі тірі 16 әйел ғалым бар екен, барлығына жаздық. Алғашқы күні-ақ солардың 5-еуі жауап берді. Ең бірінші Катарин Карико хабарласып, соңғы 2 жылда әрі-бері көп ұшып дәрістерден қатты шаршағанын, қазір бір жобаға кіріскенін, зейінді тек соған арнағысы келетінін ашық жазып, өзінің кітабын оқып, сондағы басты ойларды қызыма бөлісуге кеңес берді. Клаудия Голден ханым қызыма: егер қызығушылығыңыз бен табандылығыңызды сақтай алсаңыз, сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Менде де бәрі осылардан басталған еді деп жазды. Ал 85 жастағы Ада Йонат: мен қызыңызбен бейне қоңырау арқылы сөйлесуге қуанышты болар едім. Егер ол ағылшынша сөйлесе алатын болса, және сіз менің компьютерім жөнделгенше күте алсаңыз. Қазір менің негізгі компьютерім істен шықты, ал қолданып жүрген компьютерім мұндай байланысқа жарамсыз деп жауап берді. Төртінші хабарласқан Фрэнсис Арнольд қызыма "Don't do what all the other monkeys are doing" деген кеңес берді. Яғни шаблонмен өмір сүрме, өз жолыңды тап деген. Ал профессор Ан Люиле өзіңізді қызықтыратын нәрсені таңдаңыз деп ақылын бөлісті. Сөйтіп біз табылған ақылдың арқасында бір күнде заманымыздың 5 ғұламасынан жауап алып, сұмдық мотивацияға кенелдік. Мен бұл үшін көп күш жұмсамадым, тек ақылымды қостым. Ата-ана ретінде балаңыздың арманын қолдап, барынша демеп отыру өте маңызды. Әрі бұл сіз ойлағандай қиын емес.